Кивидің қабығының құрамында антиоксиданттар өте мол. Ол асқазандағы қауіпті бактериялардың көбеймеуін қадағалап, залалсыздандыратын қасиеті де бар. Алайда, кивиді қабығымен жеу алдында жақсылап жуу керектігін ұмытпаңыз. Сонымен қатар, киви қабығы аса сезімтал, тілді ауыртып, ашытып жіберуі мүмкін. Кивиді дәрігерлер 4 жастан кіші балаларға бермеу керегін айтады. Дәрігердің зерттеу жұмыстары бойынша балаларда жұтқыншақ көме дерматозы, тілдің ісуі туындауы мүмкін екен. Құрметті көрермендер, біздің каналды 75% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егерде сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашы ғана әрекеттеріңіз бізді шабыттандырады. Кивидің ең маңызды пайдасын видео соңында айтатын боламын. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көруіңізді сұраймын. Кивидің пайдалы тұстары өте көп, және де кивидің зиянды тұстары да жоқ емес. Сондықтан оны пайдалану кезінде асыра сілтеп жібермеңіз. Мәселен, жеміс құрамында С дәрумені тым көп болғандықтан аллергия беруі әбден мүмкін. Асқазан сөлі қышқылы жоғары адамдарға да пайдалануға мүлдем болмайды. Кивидің іш өткізгіштік қасиеті болғандықтан диарея дертімен ауыратындар бұл жемістен бас тартқаны дұрыс болады. Киви жемісінде серотониннің көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотонин есте сақтау қабілетін және көңіл күйді жақсартады, және де ақпарат қабылдауды жақсартып, тәбетіңізді ашатын болады. Сонымен қатар, серотонин ауыртпалықсыз оянуға жәрдемдесе отырып ұйқыны жақсартады. Киви құрамында магний және калий бар. Екі кивидің өзінде 30 мг магний болады екен, ал бұл жүйке мен бұлшық еттердің жұмысы үшін маңызды болып саналады. Сондай-ақ, киви құрамында калий көп. Кивидегі калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп болады екен, ал сіз кивиді үнемі жесеңіз, қан қысымын реттеп, инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін едәуір азайтасыз. Сондай-ақ, жүрек ауруының алдын алуға көмектеседі. Таңғы асқа бір киви жеу қанды сұйылтуда үлесі зор екен. Киви жемісі басқа жемістерге қарағанда әлде қайда пайдалы болып табылады. Киви тыныс алу үшін пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, киви құрамында С витамині болғандықтан ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, жөтелден және демігуден арылтады. Киви жемісі көру қабілетін айтарлықтай жақсартады. Киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті талшықтарға өте бай. Сонымен бірге, киви жүкті әйелдер үшін де қажетті жеміс. Оның құрамында жатардағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де өте пайдалы екен. Киви 4 жастан кіші балаларға көп берілетін болса, аллергиялық әсер беруі де ықтимал. Кивидің емдік қасиеті бар ма? Нәзік жандылар үшін кивидің емдік қасиеті бар. Ол шаштың ерте ағаруынан сақтап, бойыңыздағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыжылдан, изжогадан құтылу үшін де бір дана киви жесеңіз жеткілікті болып саналады. Ересек адамдарға кивиді қан қысымын және ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін жеуге болады. Сондай-ақ, кивидің құрамында иммундық жүйеңізді нығайтып, ағзаны жасартатын С дәрумені едәуір баршылық. С дәрумені ағзаға зиянды нитраттардың еңбеуінде қадағалайды. Сонымен қатар, кивидің құрамында да қан ауруларын емдейтін темір молынан кездеседі. Бет терісінің сымбаттылығын сақтап, қорғау үшін де кивиді пайдаланып маскалар жасауға да болады. Кивидің денсаулыққа пайдасы сіз ойлағаннан да өте көп. Киви дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамындағы жасұнық, калий, кальций, магний, лептин, фосфор, мырыш, темір, марганец, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекциялық аурулардың таралуы тежеліп, иммундық жүйе нығайып, жүрек, қан тамырлары ауруларының алдын аласыз, және де ағзаның ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви
консервіленген кезде ешқандай да бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс Е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіздер, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыз да болады. Сонымен қатар, бұл жемісте актидин атты зат бар. Бұл жемістің мәдени сорттары шамамен 100 жыл бұрын пайда болды. Киви иммунитетті көтеруге көмектеседі. Киви құрамында көп мөлшерде әмбебап С дәрумені бар. С витамині зат алмасу процестеріне қатысады. Дене жасушаларын бос радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды және денені жасартуға көмектеседі екен. Киви жемісі жүрек қан-тамыр жүйесінің қалыпқа келуіне ықпал етеді. Экзотикалық жемістерде жеткілікті мөлшерде калий бар. Бұл микроэлемент қан қысымын реттеуге, жүрек жұмысын қалыпқа келтіруге және қан тамырларының қабырғаларын нығайтуға өте қажет. Кивиде болатын С витаминінің арқасында тыныс алу және иммундық жүйені нығайтуға және сонымен қатар тыныс алу жүйесінің ауруларымен күресуге де пайдалы әсер етеді. Киви әртүрлі ентігуді жояды, тамақ ауруы мен жөтелді азайтады. Киви орталық жүйке жүйесіне пайдалы әсер етеді. Сарапшылар депрессия неврозынан құтылу үшін кем дегенде бір жемісті қабылдауды ұсынады. Киви стресстен арылуға көмектеседі және ұйқының бұзылуын болдырмайды. Киви жемісі спортшыларға пайдалануға ұсынылады, өйткені киви табиғи дәрумен болып саналады. Киви физикалық күш пен энергияны толықтырады екен. Жемістің құрамына психиканы қалпына келтіруге көмектесетін В дәрумені бар. Киви көруді күшейтуге көмектеседі. Киви жемісінің құрамында зеаксантин де бар. Оның болмауы көру қабілетіне теріс әсер етеді. Кивидің барлық пайдасына қарамастан, сіз күнделікті кивиді тым көп тұтынатын болсаңыз, қауіпті болуы мүмкін және қарсы көрсеткіштерді беруі мүмкін екенін білуіңіз керек және де ұмытпауыңыз керек. Шамадан артық пайдалану дерматит тудыруы мүмкін. Киви калийін және С, Е дәрумендерін шамадан тыс тұтыну теріс әсер етуі мүмкін. Кивидің құрамындағы созылмалы қышқылдар асқазан жарасы кезінде ауруды күшейтуі мүмкін. Асқазан және ішектің қабынуы кезінде бұл жемістен бас тартқаныңыз дұрыс. Әдетте кивиді көп жесе әртүрлі тері, бөртпелер, көмейдің қызаруы және кейде тілдің қабынуы түрінде көрінетін бірнеше сағаттық аллергиялық реакциялар туындауы мүмкін екен. Кивиді кішкентай балаларға бермес бұрын, немесе кивиді бірінші рет пайдаланбас бұрын дененің осы экзотикалық жеміске төзімсіздігіне көз жеткізуіңіз керек. Видеомыз ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Біздің еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.